Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің құймақ жасаудағы рецебіммен бөлісетін боламын. Бұл құймақтар өте жұқа, әрі дәмді болып шығады. Дайындалу жолы да қатты қиын емес, оңай әрі үйдегі бар заттармен дайындалады. Ең алдымен жұмыртқамызға шым тұзымызды саламыз. Шым тұзымызды салып, миксерлеп, не болмаса блендердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Үстіне өзіңіздің қалауыңызша қант саласыз. Мен 3 ас қасық салдым. Одан кейін сүтімізді құямыз, сосын жақсылап миксерлейміз. Келесі ұнымызды қосамыз. Ұн алдын ала електен өткізілген болуы керек. Ұнды қосып жақсылап араластырып аламыз. Осы рецепті 2-ге азайтып та жасасаңыздар болады. Теңде 2 бөлікке азайтып ингредиенттерін. Келесі қайнап тұрған ыстық суға жарты шай қасық ас содасын қосып, осылай араластырып, жаңағы массамыздың үстіне қосатын боламыз. Ас содасын қосқыларыңыз келмесе, қоспай-ақ тек қана ыстық суды қосып та жасасаңыздар болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Маған ас содасымен дайындаған ұнайды. Міне, қайнап тұрған ыстық суды қосып, осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз. Міндетті түрде қайнаған су болу керек, өте ыстық. Одан кейін ең соңында 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Сұйық майды мен ең соңында қосамын. Сонда сіздердің жаңа құймақтарыңыз жабыспай, өте әдемі болып піседі. Міне, сұйықтығы осындай болу керек, өте сұйық болу керек. Сонда сіздердің құймақтарыңыз әдемі жұп-жұқа болып піседі. Мен құймақ пісіретін табаны осылай бірінші пісірер кезде майлап аламын да, одан кейінгісінде майламаймыз уже. Екі жағын бірдей құймақтың міне тесік болып әдемі болып піседі. Бір 2 минут, 3 минут қой асса, тез піседі өте. Бір жағы пісті, екінші жағын аударып, екінші жағын осылай пісіріп аласыздар. Осылай өте тез арада құймақтарыңыз дайын болып шығады. Бұл осы құймақтың рецебі бойынша. Кімде егер сіздердің құймақтарыңыз дұрыс шықпайтын болса, жақсы бір рецепт таба алмай жүрсеңіздер, осы рецепт идеальный рецепт. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, құймақтарыңыз мінсіз болып шығады бір жасағаннан ақ. Сондықтан ойланбай, тез осы рецепт бойынша сіз де дайындап көріңіз. Видеома лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.